Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сіздердің хал жағдайларыңызды, психологиялық ахуалдарыңызды білу үшін бас бармақтарыңызды көрсетуді сұраймын. Яғни өте жақсы болса бас бармақтар жоғары, орташа болса қырынан және өте төмен көңіл күй болса, онда төмен түсірулеріңізді сұраймын. Рахмет, өте тамаша. Бүгінгі сіздердің сабаққа деген көңіл күйлеріңіз өте жақсы екен. Сонымен балалар, сабағымызды бастаймыз. Өткен сабақты бір еске түсірейік. Сұрақты қағып алу әдісі бойынша сіздер берілген ұяшықтарды таңдайсыздар. Осы ұяшықтарда сұрақтар жасырылған. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Осы тапсырманың дескрипторы бойынша, егер сіздер сұраққа жауап берсеңіздер, бір ұпай өздеріңізге жазып қойсаңыздар болады. Сонымен сұрақтарды таңдаймыз. Екінші ұяшық. Қазақтар Наурызды қалай атайды? Өте жақсы, жауабыңызға рахмет. Келесі үшінші ұяшық. Ұлыс деген нені білдіреді? Өте тамаша, өзіңізге бір ұпай қойсаңыз болады. Бірінші ұяшық. Наурыз қандай мейрам? Жауабыңызға рахмет. Бесінші ұяшық. Дастарханға қандай тағамдар қояды? Өте жақсы, дұрыс жауап бердіңіз. Төртінші ұяшық. Қазақ халқы бұл күнді қалай қарсы алған? Өте тамаша, жауабыңызға рахмет. Келесі соңғы ұяшық, алтыншы ұяшық. Наурызды неге табиғат мейрамы деп атаған? Рахмет, жауабыңызға өте үлкен алғысымды білдіремін. Келесі балалар, біз өткен тақырыпты қайталадық. Енді жаңа сабақты анықтау үшін біз бейнебаян көреміз. Бейнебаянға назар аударамыз және бейнебаян бойынша келесі сұрақтарға жауап бересіздер. Бейнебаян не туралы? Наурыздың ең басты тағамы не? Сабақтың тақырыбы қандай болмақ? Егер сұраққа жауап бере алсаңыздар, өздеріңізге бір ұпай қоюға болады. Сонымен бейнебаянға назар аударамыз. Өте жақсы балалар, сұраққа жауап бердіңдер. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз Наурыз көже ішеміз. Бүгін сабақта қалай ойлайсыздар? Біз не істейміз? Қандай жұмыс атқарамыз? Дұрыс айтасыздар балалар, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтін соны, мәтін алды, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Соған байланысты бүгінгі оқу мақсатымен таныстырайын. Тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Яғни сабақтың мақсаты тақырып бойынша деректерді қолданады және мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын жеткізеді. Біз балалар мәтін алды жұмыс жасаймыз. Яғни жаңа сөздермен танысамыз. Копченое мясо, сүр ет, ячмень, арпа, святой, киелі, достаток, береке, ребенок, бүлдіршін, питательный, құнарлы. Өте жақсы балалар. Енді осы сөздікпен жұмыс, дефиниция әдісі арқылы сөздікпен жұмыс жасайсыздар. Бұл жұптық жұмыс балалар. Мысалы, кішкентай бала деген сөздің баламасын жаңа сөздерден алып қоясыздар. Дескриптор жаңа сөздерден берілген сөздердің баламасын табады. Бағалау критерийі ұсынылады. Егер қатесіз немесе бір қате болса, өздеріңізге 2 ұпай қоясыздар. 2-3 қате болса, 1 ұпай қоясыздар. Одан көп қате болса, ұпай ала алмайсыздар. Жақсы балалар, тапсырманы аяқтасақ, енді дұрыс жауабымен тексеріп көрейік. Сонымен оқимыз. Кішкентай бала бұл бүлдіршін екен. Дәруменге бай, құнарлы, сақталып кептірілген ет,
бұл сүрет, ерекше қастерлеу, киелі, дәнді дақыл. Дәнді дақыл бұл арпа, ырыстың болуы, бұл балалар береке екен. Сонымен өзімізге ұпай қойып шығамыз. Енді балалар, мәтін алды жұмыс жүргіздік, енді бізде мәтінмен жұмыс. Тақтада мәтін тұр, бұл мәтін сіздерде оқулықта бар, бірақ шамалы қысқартып алынған. Тақтадағы нұсқасы шамалы оқулықтағыдан қысқартылған нұсқасы. Наурыз мейрамындағы ең басты дәстүрдің бірі наурыз көже дайындау. Балалар, арғарай өздеріңіз жалғастырып оқыңыздар. Тізбектеп мәтінді оқып шығамыз. Сонымен мәтінді оқыдық. Енді мәтіндегі деректерді қолдануға байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Сонымен бірінші тапсырмамыз шын немесе жалған. Егер ақпарат сәйкес келсе шын, егер сәйкес келмесе жалған деп жауап бересіздер. Сіздер жауап бергеннен кейін тақтада дұрыс нұсқасы шығады. Бірінші, наурыз мейрамындағы ең басты дәстүрдің бірі бесбармақ дайындау. Дұрыс айтасыздар балалар, бұл жалған екен. Екінші, наурыз көже осы мейрамға арнайы дайындалатын ерекше тағам. Өте дұрыс, бұл дұрыс ақпарат екен. Яғни шын ақпарат екен. Келесі, оған дайындық ерте басталады. Рас ақпарат екен. Әжелер қысқы сүрет пен қазыны көжеге деп сақтайды. Дұрыс айттыңыздар, бұл жалған ақпарат екен. Наурыз көжені сүреттің қазының сорпасына пісіргенде өте дәмді болады. Өте дұрыс ақпарат, дұрыс айттыңыздар. Ең бастысы наурыз көже пайдалы тағам. Бұл ақпарат дұрыс емес екен. Келесі, қазақ халқы наурыз көжені 8 түрлі тағамнан дайындаған. Жалған ақпарат. Олар сүт, ет, бидай, тары, арпа жармасы, су, тұз, құрт. Бұл дұрыс ақпарат екен. Наурыз көжені халық арасында күріш көже деп те атаған. Бұл жалған. Үлкен адамдар наурыз көже ішіп болған соң, ақ мол болсын, дастарханға береке берсін деп бата берген. Бұл балалар рас, яғни шын ақпарат екен. Сонымен егер сіздер дұрыс жауап берсеңіздер, шын немесе жалған ақпаратты дұрыс тапсаңыздар, өздеріңізге бір ұпай қойсаңыздар болады. Келесі балалар, топтық жұмыс. Ой моншақ әдісі бойынша топтар әр бөлімді әңгімелейді. Яғни сіздерге суреттер берілген, сол суреттерді, мысалы бірінші топ, бірінші бөлімді әңгімелейді, және сол бөлім бойынша суреттерді таңдап жапсырады. Екінші топ берілген суреттердің ішінен өздеріне қатысты бөлімнің суреттерін таңдап жапсырып, екінші бөлімді әңгімелейді. Осылай әр топ өзінің қажет ақпаратын әңгімелеп шығады және суреттерді дұрыс жапсырады. Топтық жұмысқа критерийлер. Осы бойынша топтар бір-бірін бағалайды. Бірінші критерий, топ мүшелер толық қатысады. Екінші, ақпаратты дұрыс береді. Үшінші, сауатты сөйлейді. Және төртінші, қажетті суреттерді таңдайды. Яғни артық сурет болмауы тиіс. Сонымен суреттерді дұрыс жапсырдық па? Тексеріп шығамыз. Мынау бірінші топтың суреттері. Мынау екінші топтың суреттері. Осы бойынша бір-бірімізді топтар бағалаймыз. Және мынау үшінші топтың суреттері. Сонымен бұл тапсырманы атқардық, орындадық, бір-бірімізге ұпай санын қойып шықтық балалар. Енді мәтін соны жұмыс бойынша 4 сөйлем толтырамыз. Яғни менің ойымша, себебі, мысалы, қорыта айтқанда деп 4 сөйлем жазасыздар. Дескриптор мәтін бойынша өз ойын дәлелдеп жеткізеді. Бұған 2 ұпай аласыздар. Яғни әр тармақ бойынша 0,5 ұпай, барлығы 4 сөйлем үшін 2 ұпай болады. Өте жақсы. 4 сөйлем әдісі бойынша сіздер
өз ойларыңызды жеткіздіңіздер. Енді балалар, кері байланыс. Бүгінгі сабақта сіздерге не қызық болды? Бүгінгі сабақта не қиын болды? Бүгінгі сабақта не қажет болды? Өте жақсы балалар. Қиын болған тапсырмаларды біз келесі сабақта тағы да талдап жасап отыратын боламыз. Сонымен сабағымыз соңында оқу мақсатына тағы қайта оралайық. Біздің оқу мақсатымыз оқылым мақсаты болды. Яғни тақырып бойынша деректер қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу. Соған сәйкес біздің сабақтың мақсаты тақырып бойынша деректерді қолданады. Яғни біз шын жалған тапсырмасын орындағанда, сонымен қатар суреттерді сипаттағанда тақырып бойынша деректерді қолдандық. Мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын жеткізеді. Бұл жерде біз 4 сөйлем жазған кезде мәтіндегі мәселеге өз ойымызды жеткізіп айта білдік. Сонымен балалар, бүгін біз сабақтың мақсатына жеттік деп толықтай дерлік айта аламыз. Енді бағалауға көшейік балалар. 9-10 ұпай бұл өте жақсы, 7-8 ұпай бұл жақсы және 4-6 ұпай бұл орташа дегенді білдіреді. Сіздер өздеріңізге ұпай санын қойып отырдыңыздар. Соған сәйкес өздеріңізді бағалау парақшасына, өз-өзін бағалау парақшасына өздеріңізді бағалап шықсаңыздар болады. Үй тапсырмасы балалар, мәтінді қысқаша мазмұндау. Яғни 6-7 сөйлем көлемінде мәтінді қысқаша мазмұндап келесіздер. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.